Саламатсыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Алдымен менің каналыма тіркеліп пікір жаза кетіңіздер. Бүгін мен сіздерге бақытты адамның 7 құпиясы жөнінде айтатын боламын. Яғни психологиялық жағынан өз-өзіңізге қандай құпияңызды білмей жүрсіз, сол жөнінде айтатын боламын. Кетті ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші, басқалар сіз туралы не ойлайтыны туралы алаңдамаңыз. Яғни бұл бостандық құпиясы. Ешкімнің ойы сізді мазаламау керек. Оны сіз ойламасаңыз болды. Екінші, шындықтың құпиясы. Яғни біздің кез келген ойымыз міндетті түрде жүзеге асады. Сондықтан жақсы нәрсе ойлаңыз. Үшінші, сұлулық құпиясы. Яғни өзіңізді жақсы көріңіз және сұлулығыңызды, тәніңізді қабылдаңыз. Өз-өзіңізді қабылдаған кезде барлық әлем жан-жағыңызда өзгеретін болады. Достықтың құпиясы. Яғни өзіңізді және өзгелерді айыптамаңыз. Өзгелер туралы сын айтпаңыз. Тек өзіңізді жақсы көріңіз болды. Бесінші, махаббат құпиясы. Яғни айналаға қуаныш, шаттық сыйлаңыз. Сізге қуаныш сыйлаған адам ешқашанда сатпаңыз. Өзіңіз көңілді жүрсеңіз, айналаңыз да көңілді болады. Алтыншы, байлық құпиясы. Алдымен беріп, содан кейін алуды үйреніңіз. Тек берушілердің қатарынан болыңыз. Сонда ғана бай, қуатты боласыз. Бақыт құпиясы. Ең соңғы құпия 7-ші құпия екен. Аз ойланып, көбірек өмірді жақсы көріңіз. Өмірден ләззат алыңыз. Бұл бақыт құпиясы. Достар, өмір сүру өте оңай әрі жеңіл. Қалай өмір сүрем десеңіз де өз еркіңіз. Тек сәтті күндеріңіз, бақытты күндеріңіз көп болсын. Мен сізді каналымда күтем. Менің каналыма тіркеліп пікір жаза кетіңіз. Сау саламатта болыңыз. Алдағы уақытта психологиялық ақпараттармен бөлісетін боламын.